деген ғой. Кесе осы Айнебек көкемнің үйіне барған. Смайылға жүр, ауылға барып қайтайық десе, Смайыл бармаған. Көкем өзі келген ауылға. Смайыл Ташкент жақта жүрген. Ташкентте ағасы ғой, мына кісінің Айнебектің. Жүр елге барайық, әке-шешегім Кім несі түсінбей қалдым. Азаттың көзін айта беремін. Өмірзақ көкемнің Неқта? Айнебек бауырлар. Байқадам көкем бауырлары. Соның балдары. Шорнақбайдан Байқадам, Тәжібай. Тәжібайдан Қасымқұл атам ғой. Қасымқұлдан кешегі анау өлмес деген апа келді ғой. Кеше өлмес деген апа келді ғой. Бірақ қыз бар. Сол Қара апа келді ғой. Одан кейін Соны атам. Шекербек Іңкәрбек деген кім? Іңкәрбек айтатын тоғы. Одан 9 жігіт Бекжігіт көкем ғой. Иә? Мен жазма Бекжігіт деген. Іңкәрбек деп кімдерді айтатын тоғы? Зият деп айтатын тоғы. Зият көкемнен мынау қанат. Смайыл кімді ғой? Айнебек көкемді іздеп ауылдан айтып кеткен ғой кеп. Көкемді іздеп келген ғой Ташкентке. Аштан жатыр екен. Жоқ, үйіне келгенде Айнебек көкемнің әжесі Өмірзақпен апам аштан болғанда ең соңғы тамағын Айнебекке берген Айнебек. Көкем келсе Айнебек осы адам тамақ ұстап қалды. Көкем сосын иығына мінгізіп алғанда Айнебекті алып кетіп бара жатса, мынау Жаттөбеде адамдар бидай егіпті. Азық керек қой жолға. Айнебекті жаңа кішкентай жерге бір бөлмеге қамап қойдым дейді. Қойына жейтін бидай берді дейді. Сырттан құттап кетемін. Сөйтем де 2 қап бидайды арқалап аламын дейді иығыма, жартылау. Созақтан Әссияға келіп сатып кетемін дейді қайтып. Созақтан Әссияға келемін де Жаттөбеден сатып қайтады. 2 мәрте бардым дейді. Жол қаражат істеп алайын дедім, ақшам жоқ. Жол қаражат істеп алдым дейді. Сосын кейін Айнебекті иығыма салдым да жол қаражат жасап алдым. Айнебекті алып келдім. Ауылға неға. Ашаршылық кезінде ауқат жоқ дейді. Ана жерде бидай егіп жатыр, жұрттың бәрі халықтың жағдайы жоқ. Бидай еккенде бәрі құмның ішіне кетіп қалған. Жау жұмыр нәрсе жейді ғой ашаршылық кезінде. Ол жаңа Кәрбескеден кейін болған ғой ол. Сонымен көкем ана Ташкентке жету керек қой енді. Қаражат ада болған жоқ. Азық керек жолға. Сосын жаңағы жерде бидайды орам дейді, шала піскен бидай дейді. Енді бізге соны ору үкітен бүйтіп бөлмейді отыр. Адамдар келіп қалған дейді. Иығыма салғанда маған Жартөбеден Аққұлдықтан неге Үштөбеден неге келемін дейді. Әссияға келіп сатам дейді. Қайтадан қайтып барам дейді. Жайы қайтадан сатам дейді. Айнебек болған дейді, Айнебек көкені бір жерге. Тамағым берді. Соның ең соңында Айнебек көкені иығына салғанда, көтеріп алғанда Әссияға жаяу алып қойып. Сонда бір 2 саморын алдым дейді. Сары саморын. Айнебекке көтергізейін десем, Айнебектің аяқ киімі жоқ аяғым дейді. Шамал жетектедім дейді, болмағасын саморын тастадым дейді. Айнебекті иығыма салдым дейді. Айнебек көкенің соңын бергейін айтып жүрді. Айнебек көке соны арқалап келген бәрін біледі екен. Айнебек туған інісі ғой? Жоқ. Өмірзақтың баласы. Байқадам көкемнің бауырының баласы. Байқадамның бауырының баласы. 4 адамыздан Кім арқылап апарған? Ағабек ата ма? Міне. Ағабек ата міне. Ол наяқтан. Ағабек бәрі Шорнақбайдың немересі ғой бұлар. Бәрі Шорнақбайдың немересі міне. Мына Шорнақбайдың немересі. Шорнақбай Байқадамның әкесі. Кімді арқылап апарған? Міне көкем, мынау Айнебек көкемді. Өмірзақтың баласы. Көкем Ағабек ата, иә? Мына Смайылға жүр деген. Немеренісін. Мына Смайылға жүр деген туған ағасына бармаймын деген. Ташкентке бармаймын. Көкем іздеп келсе, уже әке-шешесі аштан өліп қалған дейді. Ауылға келгім келіп тұрды дейді, қайта тартып тұрды дейді. Кесем дейді, Айнебек көке тірі екен дейді. Мен шамал кешіккенде өледі екен дейді Айнебек көке. Айнебек көкен соң берге дейін айтып жүрді ғой. Кішкентай бала екен ол кезде. Кішкентай баланың 5-ке келіп қалған бала ғой, 4-5 жасар бала есімде ғой. Соны көкем иығына асап. Ол кісілердің нелері қақта бала шағасы? Айнебек көкенің бала шағасы неде? Сарыағашта тұрады балдары. Айнебек көке келіп дейді, балдары бізбен араласып бала шағасы бар. Бір баласы Әуезов ауданында Алматыда начальник ай болыпты. Қазір пенсияға шыққан. 2-3 баласы милиция болып істеді сол жерде, гаишник болып Алматыда. Оны білмейміз ғой кейін. Немере болады осы сіздерде, иә? Немере боламыз ғой,
Неме болғанда Неме атыламады. жоғарыда болып кетеді. көкеме бірақ ше, Шай тамақ берсе бала. көкеме бірақ. Тұрсын ағам екеуміз сияқты ғой көкеме. көкөбе немелер Иә. Тұрсын ағаммен екеуі сияқты ғой бір-бірінен. Тұрсын ағаммен мен біз сияқты. Айнелік екеуі сондай ғой. Иә, бізде жоғарылап кетеді бізге. Бізге жоғары. Соны арқалап апардым дейді сояға. Өздері араласқан жоқ сонда. Ha? Өздері араласып Жоқ, Айнелік Ашашылық кезде ма бұл? бұл кейін ашашылық болған кезде. Жоқ, Алғашында кейінгі. қай жылдары болған? Барған ең алғашында. Ең алғашқысы көкем 15-16 жасында кеткен Ташкентке. Ағалардың артынан кейін. Бабамызды көмгеннен кейін жерлеген. Ең біріншісі Тұрарбек деген көкеміз бастап барған ғой Бірінші Ташкентке. Тұрарбек 25 жылдар кеткен жоқ. 25 жылдар. Есептесең. Тұрарбек көкем, бұзау көкемнің әкесі ма, бұзау көкем тағы біраз адамдар көкпар шабады екен. Өгізді көкпар қылып шабады екен ол кісілер. Тұрарбек көкемде өгіз шешені көкпар қылып шапқанда ол кісілер. Тұрарбек ағам да көкемде өгіз шешені көкпар қылып шапқан. Қазір ешкім ұстап. Атқа мінгенде дейді, аяғы жерге тиіндеп тұрады дейді. Сондай дейді. Қайсы баламыз аңшы болған дейтініңіз ғой? Сол ғой Сәрсенбек әкесі. Біздің бабамыз жанында. Қасқыр малға қасқыр шапса атпен қуады екен Тұрарбек көкем. Қуып отырады екен, бір шетінен қуып отырады екен. Сонда қасқыр бір шетіне қарайды, басы қарысып қалады екен қасқырдың. Сосын мына жағынан келіп шоқпармен болады екен мына жағынан. Страшный дәуірden болған. Қарысып қалады екен, біз шауып кетеді деген қарап. Сөйтіп мойнына екінші жағына өтеді екен де шоқпармен болады. Газдандырудың жүрек керек тұғын не? Біздің малға, біздің жылқыға дейді, ешкім ұрлыққа түспейді дейді, Тұрарбек көкемнен қорқады екен. Ешкім келмейді. Не бар? Біздің жылқыға ұрламайды екен біз жылқыны. Тұрарбек көкемнен сескенеді екен бәрі, қорқады екен. Өзі мінезі не болған, тік болған дейді де, сосын қорықпайды дейді. Сондай болған екен. Қоршар. Мынауды айтып жатыр. Қалтай адамнан рұқсат сұрайды көкем, бірінші естесе де. Үйіне барады, рұқсат сұрайды, сосын мен Қалтай адам істе десе істемейді. Құран оқытатын болса да бір нәрсе жиын істейтін болса алдына барады. Сосын көкем Қалтай адам рұқсат береді, сосын істейді, болмаса істемейді. Атамның рұқсат сұрайды. Атам алдында деп қалса атам таяқпен басын ұрады. Арт сөйлемейді ғой, артық әңгімейді. Артық айтса таяқ жейді. Қалтай адам емес пе Ағабек атам басын жарған? Иә, жоқ, бұл ұрады таяғымен. Жаңағы көкем кейде шыдамсыз ғой, сөйлеп қояды ғой жаңағы. Сүйшосы деп ұратын да ұрысса. Міне шатақтап апамызды тұрып қояды кей кезде, сөйтсе көкем жаңағы ұрысатын. Мен жынды деп көкем міне шатақтау болған ғой көкем дедім. Бірақ қайтымыз жылдам тұғын. Ақ көңіл ғой. Ауылда бір кісі келген ғой бүгін ана кешегі Сүгірбай, кешегі баласы имам болыпты ғой, немересі. Сол келіп үйге келіп біздің 2 жылқымыз болған, айғырымыз болған. Сосын біреуін сұрап келген ғой сол. Кешке келді үйге келді, дәрет алып, намаз оқыды. Сосын шешеміз қазанға ет салды, сөйтіп. Бір уақыт әкеміз келгеннен кейін тамақ жеп болғаннан кейін сұрады ғой енді, сөйтсе жылқысын сұрап келіпті бір айғырын. Сосын орнына не бересің деген жоқ. Бопты ала беріңіз, берем деді ол кісі. Бопты жылқыны беріп жіберді. Артына мені жіберді, бар сиырды әкелді. Сөйтсе мынандай сиырды битаның бойындай ақ кішкене. Анау біздің жылқы онда 2 сиыр болады ғой. орнына бергенім айтты. Орнына берген. Көкем әңгіме айтқан жоқсың. Құдағы ұят болды дейді ғой. Көкем пиано бастық болып жүрген кезде көкеме мотоцикл беріпті. Сөйтсе мотоцикл жолда бұзылып қалған ғой. Шофырына сені ала қой депті. Керегі жоқ мотоциклін маған өзің жөнде де өзің айдай бер деп атқа Шай қойың ба әлі? Ескі адамдар ғой. Керегі жоқ мотоцикл. Әлиге тамақ бермеңдер ме? Нұреке сен мотоциклдан тағы неге алдың мына бәлені деді ма? Жоқ деген ойда. Көкем әперген ғой Нұрекеңе мотоцикл, 8-ші класс оқып жүргенде мотоцикл әперген ғой. Айтшы Нұреке. Иә, әперген. Тәтем бар, өңкі жезделер, тәтелерден бензин тегін құйып жүре береді екен ғой, рахат екен ғой. Шоғырғанын алдым ғой мотоциклді. Сосын кейін ағама бардым ғой. Үйге машинамен ішіне салдық, әкеп тастады үйге. Шоғырғаннан. Шора жезден бұзылып қалса істеп береді, Шора жездеме жаңа темір болмай қалса үйіне барсам костюм техника ма бір жаққа етіп апарады да әпереді, бөбелеңді түседі ау. Алып келіп сындырып алып қайтадан әпереді. 5 сом берем, 5 сомға береді. Атам қай жыл екенін біле ме еді? Мектепке жылап
кейде үйде бір күні 50 теңге береді, бір күні бермейді ғой. Сосын жылап кетіп бара жатсам, қалтаятам отырады салада кітап оқып. Ей, неғып жылап баратсың дейді. Бекел деп шақырып қойды, қасына барамын. Ақша беретін еді, бүгін бермеді деймін. Қанша теңге беретін еді, күні 50 тиын беретін еді дейді, күніге дейді. Сол мен 50 тиын береді, қалтасына алып дейді. Бір күні суретке түскен ғой, суреттің ақшасын алып кел деді үйге келіп. Сөйтсем, көкем жаңа пенсия тигесін береміз дейді. Жылап қайтадан кетіп бардым ғой. Атам далада отқан, неғып жылап кетіп барасың дейді. Ата суретке түсіп едім дедім, суретін көрсетші дейді, көрдім. Неше теңгеге түстің бұған дейді, 5 сомға түстім дейді, 3 сомға түстім дейді. Сосын бүйтіп қалтасына әдейі 3 сом берді. Апарып бердім екеуі. Шеконың атасымыз. Біздің көкем міне шатақтау, ұрады бізді, жұмыс істемесек. Сол ұрам деген кезде қашып атам үйіне барам ғой. Атам үйінде 2 күн жүремін, сол үйде жұмыс істеп жүремін. 2-3 күннен кейін барып, әкем, жынды қайт үйге дейді енді. Ашқы басылғанlar. Сол қайтадан үйге барып үйдің жұмыс істеп жүрмін, 2 үйдің суын тасимын ғой. Атам үйіне әкеп беремін суды. Ана бұлақтан өзіміздің үйге. Өз защитасы бар. Жоқ, бас сен заңды бәріміз әкеп береміз. Иә. О заңды ол кезде ондай заман жоқ. 2 үйге су тасимын. Біздің үйге су, ағам үйіне су. кішкентелер бойынша су Білмейді. Бұндай ада кран кіріп қойған ғой. Сапар ағам анда сонда келеді жұмыстан. Ол кезде өзі бізбен бірге еріп барады. Сапар ағам жұмысқа кетіп қалады. Сосын кейін 2 үйдің малын да шығарамыз, жаңағы суын да әкелеміз, қорасын да тазалап береміз ғой. Бәрін істейміз ғой. ол кісі машина айдамаған бірақ Ол кісі Айдаман. Сапар ағам ба? иә Жәрдемші болып кетіп қалады ғой неге? Сәлсеңге жеңгем ұйықтап қалады ғой, кешке отырады, тоқылдатады телевизиясын. Малың шығар деп күнде азында жаңағы. Біздің көкем. Бұзау көкем оятады, болмаса біздің көкем. Иә, біздің көкем айтады. Қойымыз біздің көкем шығады. Баяғыда 3 бөлме там бар тұғын мен білем аларды. Қоржын там. Біздікте 3 бөлме, бірге ғой. 3 бөлме қатар. Бүйткенге көкем көшіп барған. Сөйткенде ауылдың арғы шетінде 5 бөлмелі үй бар екен. Мынандай шифрмен жабылған. Көкем айтқан ана 5 бөлмені аламын десе атам айтты. Ояға барсаң көшіп келмей ақ қой деген ғой, мен жерге отырасың деген ғой. Сосын кейін көкем мақұл деген ғой. Қасымда отыр деген де рас қой. Мен жерде отырасың деген ғой. Ол өзі кім еді ол кім еді? Оны да сатып алған Білмейміз ғой. Онда інім келеді, інім отырады деп атам дайындап қойған ғой. Сосын өз ағам қасындағы үй дайындап қойған. Көкем келгеннен кейін ана жақтан үй көрген. Осындай шипырланған үй ол кезде. Құрта үй көрсеген. Сосын көкем айтқан ана үйді аламын деген. Сөйтсе қалтай атам айтқан ғой. Ол үйді алатынбысың көшіп келмейсің деген. Сосын Саған ғой көзін сөздер. Атам Ташкенттен айтқан көшіп келу керек қосында. Сарыағаштан. сарыағашта Зият көкемдер айтқан ғой, елге көше беріңдер, біз де көшеміз ғой деген ғой. Олар кейін балдары көшілмеген ғой. Қазір сояқтан ма ол кісілер? Бала сарыағашта шағасы деді ғой Жоқ кейін алған сатып кетті ғой сатып. Зиян көй қайсып кетті кейін. Иә, зат көкем көріп көкемнің алмайды. сөйтсе бір күн не аламыз ғой жаңағы. Бір күн баняға барамыз Ерғали марқұм. Мен 17-18 жасымда қайтып кетті. Кішкентай ғой, баняға барамыз Жүрімбайдың банясына. Сөйтіп шомыламыз Жүрімбайдың банясында. Баня болғанда пар береді кішкене әйтеуір. Шығындар болды деп Анау аяқтап жамыстап жүретін баняларың бар. сонымен жаңағы баня деп жүрсем батырдың баласы, батырдың баласы. Сөйтсем, не батырдың баласы деп жатыр деп. Қарасам ар жақта айтып жатыр Ағабек, ана жақта өйткен екен, Ташкентте бүйткен екен. Ой, кім айтып кетті? Соны айтып берсеңіз. Сөйтсем Отаубай айтып кетті деген, Отаубай деген қасында жүрген ғой өзі Отаубай. Сонымен ана бүйтеді екен көкем жаңағы карт ойнағаннан кейін көшеге шығады, аяқ-аяқпен жүреді ғой, сыртта жүреді. Сөйтсе бүгін пойызға мініпті. Отаубай екеуі қатар отырған пойызда. Сөйтсе Отаубай темір таяғы тастамайды екен. Сөйтсе бір орыстар, 3-4 орыс мінген де, қолында мынандай қанжары бар дейді, пышағы бар. Сонымен қорқытып адамдар 3 орыс дейді, екеуі мата жайып алған дейді, ұстап алған дейді. Біреуі мынандай халықтың ақшасын сыпырып қояды дейді. Баяғы ескі вагонға шейін yaşadı. Адам толы болған составында түгел. Сөйтсе жылап жатыр дейді. Адамдар жылап шулап жатса, біздің көкем қасына келіп қалған кезде Отаубай дірілдеп кетті. әли Сол кезде мені міне жағыма отырғызды деген ғой. Сонда Отаубай тұр, міне жағыма отыр деп көкем. Сөйткенде темір таяқты алғанда орыстың қолынан ұрған ғой көкем, қанжардың қолынан. Орыс құлаған сүйреді. Қанжарды сразу алған ғой көкем жерден. Сөйтіп станцияға бір жетпей ертерек түсіп қалды. Ана қалған 2 орыс
үш орыс жүгіріп дейді жаңа. Жүгіріп түсем секірем, жүріп бара жатқан пойыздан біреу екеуі секіріп түсіп кетті дейді. Ана біреуін ұстап қалды дейді, екі-үшеуін. Адамдар қолын байлап жүріп жатқан пойыздан лақтырып жіберді. Орыс дейді бәрі. Лақтыр деген ол лақтыр жүрген. Үш орыстың істеп жүрген ғой жаңа. Сонымен адамдардың ақшасы үйіліпті дейді осыларда. Отаубай марқұм қолын былай салған ғой ақшаға. Сөйтіп көкем Отаубайды ұрған ғой, таста тиме ақшасын. Сөйтіп өзбектер дейді, сіздің әмекеңіз екен ала берсін, сіздің достыңыз екен ала берсін. Жоқ, алмайды. Сені қанша теңге? Мә, сені қанша теңге? Бәріне таратып берген көкем. Сөйтіп кеп отса аналар ақша жинап әкеп берді дейді. Алмайын десем қоймайды. Сіз болмағанда бәрінен айырылып деп әкеп берді. Сіз өлімге басыңызды тігіп, соны Отаубай айтып берген ғой. Сосын көкемдер жаңағы бүгін өтіп бара жатса бір өзбектің тойы болып жатыр екен. Сөйтсе көкем бетеп күрес болып жатыр екен, тамаша қарап тұрған ғой Отаубай екеуі. Сөйтсе ана орыс бәрін жеңіп жатыр екен. Жаңағы Жүрмай айтып жатыр оны. Баня жағы жүр. Оны Отаубай айтып берген екен, жаңағы Отаубай деген кісі айтып берген ғой. Сонымен көкем шетте тұрған ғой, сөйтсе бір өзбек кісі келіп айтты көкемге. Балам, денең, пошымың мынандай күреске ыңғайлы екенсің. Қарулы екенің көрініп тұр. Күрес көрші мұсылманның бәрін жеңіп жатыр мен. Орыс па? Орыс. Кәпір жеңіп жатыр біз. Ешкім шақ келмей жатыр деген ғой. Көкем тәуекел деп шығып. Көкем жаңағы ұзын орыс екен, көкем маңырасынан келем дейді орыстың. Ұзын орысты көтеріп лақтырған көкем. Сонда рельске аяғымен түсіп орыстың аяғы сынған рельске. Сөйтсе көкемді апарып қамаған түрмеге. Орыстар қаматқан мынау аяғы сынды. Үкіметтің елінде Сматрашин рөлін атқарған олар. Сот болмаған, қазір еврейлердің істегенін істеп жатыр ғой. Істеген кезінде. Тур еврейлердің қазір істеп жатқандай. Ешкім сөйлей алмайды да. Орыстар қаматқан. Сонымен ана орыс есін жинағаннан кейін менімен күрескен адам қаяқта деп сұрапты. Қамауда деп шығарыңдар деген ғой. Адал күрес болды деген ғой, шығарыңдар оны деп. Көкемді 3 күннен кейін шығарған. 3 күннен кейін үйге келсе Отаубай марқұм үйде есік тігіп болса дейді, үйдегілерге айтты ауылға кетіп қалған дейді. Отаубайды сабапты отырған жерімді көрді. Қаяқ жөнмен өтіп тұр ғой. Сен неғып айтпайсың деп. Отаубай амағайын ағайынның папасы ма? Здоровый кісі екен ол. Отаубайда здоровый. Амағайын ұрса беріп бір ағайын бар, басы тазы. Сөйтіп көкем сондай нелерін жаңа Отаубай айтып берген ғой көкемнің нелерін. Сонда көкемнің күреседі екен. Өзбектердің тойларында бар. Күрескенде осы көп жерде почти жеңілген емес дейді, ол жүлде алады екен күрес. Көтеремін дейді, іштен шалады екен, сөйтіп лақтырады екен көкем. Соның әдісі бар екен өзінің. Қалекең қатты күреседі ғой бізде білесің. Ана күні бір жігіт айтады ғой арада, үлкен мен қатар жігіт, қалилармен істейтін. Ойбай, қали жаман күшті екен дейді. Қали бұрын күшті көрсетеді. Десем әжелер дейді, ешкімді шақ келтірген жоқ дейді, күрес. Жасы 60-қа келіп қалды ғой, әлі күшті екен деймін да. Қалады ғой бәрі. Қалады ғой фундамент. Жас жігіттерді шақ келтірмейді дейді күрес. Қалекең лақтырып жібер. Жұмыстадан ойнап күреседі дейді. Қазір 60-қа келіп қалды ғой, ана жас жігіттер 25-тегі жігіттер лақтырады дейді ғой қария. Ешектің баяғыда біреу ұрып дегендей жоқ. Біреу бір түйе бұрыш салып кранттың басында. Қалекең аншалап айтып бардым, іште қалекең асық ойнап отқан. Тасып. Ауылда ма? Үлкен адам әйтпесе. Ешектің үстінен көтеріп латоққа бір-ақ ұрған ғой, баудан есін алды. Лай суға кіріп кетті. Сотқа беремін деп. Қайта тауып алдың әйелдер, ойбай, ұста деп ойбайлап. Мараттар кімдер ағалары бар, қайраттар ұстап қалды, ана нұрызған жоқ ол ұратын. Сөйтіп соң Отаубай көке кейін қауын екті ауылға келіп. Соң қауын еккен кезде қауынға барамын. Көкем ертіп барады. Шілдеде ыстықта барамыз, ешек бөгелек деп жүрмейді дейді. Ұрып бір бәле барамыз көкемге. Соң мынарадан түсті қаптай бер дейді. Ой, қазір ұрысады ойсың, қоя бер, мен жауабын беремін дейді. Соң Отаубай жақындап келеді, ой, жынды сен ба дейді, кетіп барады, қаптап, ешек толтырып, Отаубайдың бар, шай ішіп келем қазір бар дейді. Қазір келесің. Сізден Ташкенттегі бірге жүрген қояды. Отаубай екен. О, дос екен ғой. Досы ғой, иә. Досы ғой. Сонда өкіметтің қауыны ма екен? Саңғыл ғой. Өкіметтің қауыны ғой. Бір жағынан құрдас сияқты ғой, иә. Қатар ғой. Саңғыл олар, иә. Сол Отаубай көке соны жиында айтып берген ғой көкемне. Өсті деп. Қайта баяғы адамдарды айтса. Отаубай жаңа адамдарға айтып жатыр ғой, сөйтсе. Отаубай адамдарға айтып жатса. Отаубай айтып жатса, ой, Ағабек кө, анау мынау деп біреулер менсінбей жатыр да жаңа. Сөйтсе,
Кейін ауылдағы Шералы деген Ағылданның баласы. Оны оқимын ау. Армиядан келген кез. Армиядан келген жігіт. Көкем 70-ге келіп қалған сол кезде. Сол көкеме тиісе береді, көкем күресіп алайға батпаққа бір-ақ ұрды ғой, көтерді. Армиядан келген жігіт. Сонда көкем 70-ге келіп қалғанда күшті екен ғой. Соны Битан ағасы пышақтап өлтіріп қойған жоқ па соны ақыры? Иә, соны Битанның ағасы пышақтап. Үлкен Битан үлкен кісі бар тұғын. Иә, қанша дейді Иә, көкем сонда қару деген ғой. Білмеймін айтты, ашуланса желкемізден ұрса ет-бетінен қайтып тұрып қашып кетеді. Желкеңнен бір ұрса еңкейіп бір құлап тұрып қашып кетеді. Қалекеңді ұрмайды дейді ғой вообще. Қалиға сөйлемейтін дейді. Зеленый болған ба? Қалекең баласы екен. Тойға бір құдайға бірге барады дейді Қалекең. Пішінән Жоқ, любимчигі болған ғой. Қасынан анау ешкім жоқ қой енді біз білмейміз ғой. Қалекеңді құдай бар ма не бар ма? Тойға барса да қалмайды, жиынға барса да Қали барады. Ұрыспайды. Ұрыспайды Кешек Қалиға. қартап тұрып тұрады дейді ғой. Қалекең рөлде мына ойнаған. Қалекеңнен кейін. Мен онда барамын. Ешеген кезде тойға апарды бұл талай тойға. Білемін ғой басын. Есімде жоқ бірақ мен. Көкем кішкене кезінде бар ғой анау. Тойға бір құдайға үміт қойып болмайды қатты қал деп түсіріп еді ойбайлап жылатты. Артынан тастап қалған ғой көкем ана. Тас емес ешектің боғы. Жоқ Аттың боғы. тастап кетті. Жоқ тас емес кесек бір нәрсе. Жерге сықпаған. Тас естігем. Ойбай тас болса мынандай тас. Білемін ғой. Сендер мынандай тас болса ше напормен барып құлатады ғой ол. Кесек Мен айтайын. Қалекеңмен екеуіңіз қатты жақсы көрген. Өзі де көкеме тартқасын Ең екеуің. жек соны мен тұғым, мен жек көрдім. Қалекеңді әйтеуір тойға барып пішінән надан әкеледі деген Мен ұрсатын болса жаңа бұзық жасап қойсам ұрса атам үйіне барамын. Атам үйіне жүре беремін. Ашу басылғанша. Шақырса да бармаймын. Кесе атам арқасына келіп қасына келіп отырамын, сосын кетіп қалады. Үлкен ағашы, үлкен ағашы. Ерғалиға тимейді. Тимейді үлкен аға. Ерғалиді еш жаққа жібермейтін ерекеңді. Тимейді. Ерғалиді 4 жақтан боран тұрғанда барады дейді. Суға сен барасың бар дейді. Мен кетемін. өмір жұмсамайды екен ол ұрыспайды. Залетчик емес та. Ерғали қанша барады десем айтады, 4 жақтан боран тұрады сол кезде барады. Иә. Жоқ, Сен бара бер. Нұрекең бұзық қой, өмір ананы ұрып келеді, мынаны ұрып келеді, кешірім сұрайды. Ешекке мінеді. Ауылдың бәрін ұрады, әркім біледі. Иә. Сосын Жақты өң шулады. бұзық болған екен бұны Сізді ше аға? бұны бойы Нұрекең бойы ұзын да ерекең Аманғали жақсы кішкентайынан. көреді. Үрімқанды да жақсы көреді. Ана кеше Гүлмирам білесің ғой Сәрсенбектің қызы. Соның қайнағасы болған Әшербек деген Нұрғалимен қатар. Кішкентай бір маймыл қара өмір матчының артынан түспейді. Нұрғали күндіз түні. Үй жоқ адам сияқты есінде болсын білем. Өмір сол отырады артында. Өмір босамай матч. Досыңыз ба еді? Әшербек деген. Досы Болады ғой сандай. Өзінің досы. Өмір түн болса да аздан кеше қасында кетпейді ғой. Серігі ма? Кетпейді, клей ғой. Өзі келіп тұрады, үйге сосын ет. суға да Нұрекеңді жібереді, одан асауаттарға Нұрекеңді мінгізеді. Иә, асауатқа. Зато мотоцикл әперді ғой, ешкімге әпермеген мотоцикл әперді. Жылай берем, сосын әперіп жылай берем. Түннің жарымына дейін жылайым. Ән жерге жетіп қалса қашып кетем, аяғы барып жылайым. Ақыры әперді ғой. Сұмдық ақша екен ғой әкең, 400 сомға біле деген не? 400 сомға әперді ғой. Шолақыран Қадирасым жетіп келіп өлтіремін сені дейді. Мотоциклді нағыласын дейді. Жылайым анараға барып. Ақыры әперіп құтылды ғой. Неше жасыңызда біліңіз? 8 оқимын ба? 7 оқимын ба? 8 оқимын. Жетсеңші зодырып айдап. Жетсек. Ол кездегі бөлек, кішкентай кезінде айтқан. Ой, о кейін мотоциклдер бөлек 8 қой. класстық мектеп бітіргенсіз бастаса 8 жылдық мектепті. 8-ден кейін Луговойға техникумға барды ғой. Оны Луговой техникум бәрі орысша ғой, түсінбеймін не болып оқып жатқан. Кетіп қалды ма сосын? Оқымаймын деп қайтып кеттім, малды оқымаймын. Қарым ашып кетті дедің айт. Тоймайды, қарным тоймай қайтып кеттім. Шын ғой, қар үйде бір тостап көшіп мынандай. Ерекең оқыды оны. Көкем жаңа бетеді ғой марқұм. Ой, балам жақсы ой дейді. Дәу тостақ, көкем тостағанда бір дейді. Тойып ал дейді, жұмыс істейсің қазір дейді. Тойдырақ сосын жұмыс істетеді. Тойдырақ жоңышқа орамын сосын. Мақтап Жоңышқа орам, шөп орам. Таңғы 5-те тұрғызады. Ешекке мінгізіп жібереді, кетем. Ол шөпті қалай артыра келеді, жұмысы жоқ. Ешектің аяғын байлаймын, ешек құлайды. Үстіне салам да тұрғызып алам. Бір күні ешек құлатсам тұрып кете береді. Ешектің арқасына ашуланып тұрсам,
мына жеріне орақ кіріп кетті ғой есек. Соны орақ кірген күйі артына келді. Қан атқылап жүреді дейді, қан атқылап. Сол аяғы мынандай болып қалды, кейін сол есекті білемін. Аяқ бүйтетін бір аяқ. Артқы аяқ міндік қой, бүйтетін тұғын. Таңғы 5-те бәрі ұйықтап жатады, таңғы 5-те тұрғызады мен 4-5-те. Сосын кейін бар шөп орып әкелді 5-те. Сен бетімді жуамды 5-те кетемін. мен жалап айтамын ғой. Соны бар шөп орып әкеледі. Ерекеңді қанша деген Рахат тал түскен. ерекең қалымжан сияқты ғой, сәл нәзіктеу. Сосын кейін бұл арман рөлінде ғой. Сосын бұны айтады, ана қарулы ғой дейді. Бұл тұрғыза қора тазаласын дейді, мен байқаймын. Қорадағы дәуірікпен қорадағы лақсыратты ішінде тазалап. Қыста тазалайды, күніге тазалайды ғой қора. Таудан сасы орамыз, көкем бәріміз бар. Сасы сай қарай домалатамыз. Мәшине бармайды ана жерге. Сайда оны арқалап қырға шығару керек. Арқалап қырға тасимыз ғой жаңағы. Ерекеңе азғандай көтер дейді ғой, ерекең азғандай көтер. Маған аямай сап берді. Көпке жешек дейді. Алып шығамын, аямай сап берді дейді. Сол шақырып алады, той бол тамақ дейді. Тек қана тамақ тұрады. Тамаққа той бол. Қамесіп береді десеңші. Қазір жұмыс істейсің дейді. Той боламын деп жұмыс істей Ерекең беремін. тым тамақ ішпей ма? Ерекең ішеді ғой. Ерекең азғантай сап береді, қырға қарай демалып шық дейді ерекең. Жоқ десең, сұрап Ерекеңді әжесінің баласы дейді, әжесінің тірі болған ғой. Демалып шық Әжесінің дейді. баласы. Сонымен бала көрмей ұл болмағаннан кейін, ұл қыз болған соң жылап жүріп көргеннен кейін ерекеңді аяды ма білмеймін. Мені аямады. Мен өзімнен болдым да білмеймін. Енді арман жоқ, мотоцикл алдырыпсың, ерекең мотоцикл сұрамаған ба? Ерекең айда дедім ғой, айдай алмайды ғой. Айда дедім, айдаймын. Асфальттың шетімен айдайды, құлай жаз дейді сосын. Айдамай қойшы, құлап қаласың деп өзім айдайды. Жақындамайды ол, өзің айдайды. Сені компьютер ерекең бар еді, доказать. Ерекең оқыды ғой, пісірді оқыды. Доғдыр болды кейін, Екеуің бірге оқып берді. ерекең жақсы оқыған школда негізі. Мен де барған бірге. Аха. Сосын ерекең шындығын айтқанда көкем ақша салады, екеумізге тамаққа жетім кіремей қалады. Сосын екеуміз ашығы қарап қаламыз, сосын ерекең айтты мен қайтайын деді. Мен әлі келешегім алда ғой оқысам, кейін оқырмын. Ерекең 15 бар. Мен ауылға жұмыс істейін дедім. Жұмыс онда, иә. Сөйтіп жұмыс істеп ақша салайын дедім. Тапқанымды ай сайын ерекеңе сап тұрдым. Айлығымды жұмыс істедім, ерекеңе сап тұрдым. Ерекең оқыды ғой соны. 100 сом аламын, ерекеңе салады көкем. 100 сом табамын ба, ерекеңе салады. 80 сом, 100 сом, ерекеңе жетеді ғой сен. Ерекең жақсы оқыған негізі. Ерекең оқып бітірген же мен сап тұрдым ақша. Есеп үйрететін жұмаға. Қазір бірге бір оқып алсың, өйтпей. Доқ жағынан бір оқып. Бірақ айтты көкем келгеннен кейін, ай балам қор болатын болдың енді оқымадың деді. Білмеймін көремін енді бұйырғанын дедім. Болмаса шофер болармын дедім. Кейін електrik ауылда кейін монтер болып істедім, әлі мен кетпей тұр. Монтер болып ана. Телефонда. Сол болғашы. Сен менеджердің үйінің телефонын жоқ болып қалса, ана болысбектің телефонын істемесе менеджердің үйіне қосып бере саламын. Ананың үзіп аламын да. Қалай қосады? Кім біледі? Сөйтем, оны бір нәрсе береді ғой әйтеуір. Сол кезде алла өзі, сол кезде бар ғой. 8 оқып жүріп, бүйін ішемін, арақ ішемін. 8 оқып. Қосып бар екенсіз ғой, білмеймін көкем сонда ішіп жатқанын. Білмейді ғой. Бесе сояды десе. Бізді аямайды ғой. Жаңа бір үйіне барамыз, еске сібетін соң бүйін қойып береміз. Телефон. Бізде балдар бірер нағалатын кейін. Ескі ашып қойшы, ауа жоқ. Сонда бірін-біріне лақтырып қойып жүре бересің жалғап. Сөйтіп жолда үзіліп қалған ортақ міне көрсе де оны кім жалғайды оны? Бәлен кім іздей керек қой табу. Сосын кейін бір күні армияға кететін болды. Сен Пітай апа ақшамды бермейді, сен жұмыс істемегесің. Сен ақшамды бермеймін дейді. Кей деген кім? Саңғалдың қызы. Сол Пітай апа деген поштаның бастығы. Аха. Сен оғыл орталықта жүрдің деді, сен ақша бермеймін деді. 3 айлығымды ма, 2 айлығымды бермей отыр ғой. Расчетымды беру керек. Сосын кейін апа дедім, саңғылдыңыз ғой, апа қазір айлығын берсеңіз сізге подарка беремін дедім. Абалды да бермей кетіп қалдым. Үйге апарып бердім ақшаны. Көкем ауырып жатқан кезде шешеме бердім апа. Соны 300 сом ба сондай шығыпты жаңағы. 3 айым дейді ғой енді. 90 сомнан қанша болады? 3 айым сол. Расчетым бар 300 сом. Сол расчетпен 300 сом ба бердім. Пітей келіп тұр азанда ешегімен. Қасында Арғынбектің қызы бар. Доля қайда? Армияға кетуіме бір күн қалған. Түнімен отырыста болған. Қораға барып маған көң ойып бер дейді ғой. Мақұл дедім оны жаңағы өзі ешекке мініп алған Пітей апам.
қасында жаңағы әшімнің қарындасы бар. Мен оям, әшімнің қарындасы далаға тасиды. Сөйтіп ана жақта бір қорадан көң ойып келіп келдім кешке дейін. Кешке тағы да отырысқа алып асында армияға кеттім. Ақыл подарок білмедім деген ғой. Сосын өзің алып бейнеткеш болған. Саратовта болдым. Шешем үйде жылап жатыр, мен кетейін деп жатсам. Ерғалиға да кетіп қалды деген қағаз келді сол күні. Армияға кетіп қалды. Оқудан кетіп қалған ерекең. Ерекең. Сосын маған келді, шешем жылап отыр. Сіз жылайсыз, далаға шықпай-ақ қойыңыз. Азанда отырыстан алып та келсем, тамақ істеп қойыпты. бір леген. Сонан жеп ал дейді. Қарның ашады барғасын. бір леген жарымда дейін жедім жаңағы. Сөйтіп мәшіне күтті да бол дейді. Мен шолаққа кетуіміз керек қой. Жылайсыз, шықпай-ақ қойыңыз, үйде қалыңыз жақсы. Әкемнің өзі ауырып жатқан. Ағам біледі ғой. Әкем ауырып жатқан. Сосын көкеме барған, көкем барғаннан кейін тиіш жүр деді. Қорып кетесің барғаннан кейін тиіш жүр әрмияда деді. Сотталып кетесің тиіш жүр. Мақыл көке дедім, соны кетті. Бара бер деді. Әрмия, қама әрмияңнан. Соны кетті ғой әрмияға. Армияға барған кезде бір 20 күн болды ма, 25 күн болғанда әкем қайтыс болды, қайтып келдім дейді. Қайтадан қайтып кеттім. Ерекең де келді. Ерекең келді, иә. Қайтадан қайтып. Сіз өзі кетпегесіз ғой, иә? Өзі 40 минут барып кетесіздер ме не? Жоқ, келесің 10 күн бере ма? Сол жолыңа 3 күннен үйде 5-6 күн болсаң сонымен кетесің. Армия деген қайтадан келді. 2 жыл болсын. Сосын Сапар ағамдар армияға барып, Тұрсын ағам келді армиядан. Тұрсын ағам шапкасы бірінші біз киеміз ғой. Біз киіп алдық, киім біз киіп аламыз. Ешкім ек емес қой бізден басқа. Ерекеңіміз киіп алған, біреуім костюм, біреуім шапкасы. Тұрсын ағам. Сапар ағам келгенде де екеуміз кидік. Біреуіміз шапкасын, біреуіміз киіпкесін, костюмын киіп аламыз. Сәуле есің анда Нәлібай деген біреу тұрған татардың орнында ше, білесің ғой сен де тұрмысың. Орамадан аяқ киім бермей жүрген ғой. Бір күні Орама жыны келіпті бір күні. Орама айтқан, бір кез Орама сұраған ғой, сен кімсің десе, мен Нұрғалинсің десе, үндемей кетіп қалып кейін алып шығып, мә Орама ақшасын берген ғой. Нұрғалин балшан екен ғой сөйтсе, мойын жылып алады құрысын деген ғой, әкеп қой. Пәлен уақыт бермей жүрген аяқ киім ақшасына кетпесін ғой мәді. Нұрғалин айтпайсың ба? Бізде сабақ болған ғой. Құрысын деген да. Ит тапқан. Біз постта тұрдық қой. Сол мен бір жылдай ма, бір жарымдай постта тұрдым аға. Одан кейін білмеймін, одан кейін анандай қойдым мен. Ана түрмеден 3 адамды алып шығам, 4-5 адам. Сөйтемін жұмыс істетем. Менен басқа ешкімге берген жоқ, мені қойды, білмеймін, дағы мені қойған. Мен жаңағы жерде нелі болғасын қойды деймін жаңағы. Ана неге болып Зато Нұрекең тай дипломат мына пышақтар, балталар сондай әкелді, күнок пышақтар. Сонымен жаңағы мені әдейі қойған, басқа менен берген балдар бар ғой, ешкім мені қойды. Соны жаңағы ет түрлеу деп қойды ма армиян тұғын командиріміз. Соны 3-4 азанды алам, кешке дейін жұмыс істетем да 4 қайтадан өткізем кешке. Қайтадан сонымен автоматпен жүресің бе? 6 ай жүрдім. Жоқ, қолым пышақ берген, бұл пышақпен жүрем. 3-еуін. Қайтуына аз қалғандар ғой. Сол жақта жүріп бір қазақпен таныстым. Түрмеде жатқан қыз. Соға алып шығып берген бәрін маған. Мынандай ғой, обедте ұйықтатады ғой бәрімізді. Ұйықтағанда мен ұйықтамаймын. Забордан секіріп кетіп қаламын забордан. Сөйтем да забар қаламын да анау түрмешіктер жұмыс істеп жатыр здания. Үй салып жатады ғой. Сүйдің арасына кіремін де жаңағы қазақ тауып аламын да соған беремін де ішінде зектер ғой жұмыс істеп жатқан. Сөйтем де шығып кетемін де қайтадан қайтып келіп жатамын ұйықтамай постта ұйықтап қаламын бірақ барғанда. Тақалғанда ұйықтап қаламын. Шаршайды ұйықтап қаламын. Кейін ұйықтамайтын болдым ба? Алғашқыда ұйықтап қала бердім. Мен де сол вообще ұйықтамадым ғой деймін. Дембіл болған кезде ше, балдарды ұйықтататын ғой, өзім вообще ұйықтамадым. Ұйықтап қала беремін мен. Кейіннен де дембіл болған кезде, разводтың уақытында да, аятта да вообще ұйықтамадым. Сол жаңағы забаркасына апарып берем. Забарка болса болды ғой, сөйтіп қайтып алып шығатын білмеймін. Жаңағы Жұмағали айтқанның бәрін алып шығып береді ғой. Оның біразын Саратовта 20 күн жаттым ғой мен. Оның біразын күніге магазиннің алдына барып бір орысқа 5 сомға сатам біреуін. Соған продукт аламын да қайтам, содан қалғанын әкелдім ғой. Bir дипломат қылып жинағам ғой. Мынандай қазір базарда тұрмыз, субені китайский айбалталар бар, мынандай. Сосын ана Нұрмахан есінде бар. Сол заманда бар. Нұрмахан, "Ей, сен жынсызсың ба? Нағып ұстап жүрсің, қорқып кетесің ғой" деп баудырақайлап отқан. Шықып шығарды. "Ойбай әкең, неме?" Қазір магазин тұрады, күні пышақ. Мынандай. Бірақ ол зонанки ол кезде былай шығады, былай келеді ғой. Ол кезде ондай пышақ деген жоқ қой. Подаркіге үйге ауылға келейін деп берген ғой. Сөйтіп алып келіп. Бірақ мал союға бәріне жарайды. Ол біразын сол жақта бір орыс апайдың үйінде жаттық. Ана қазақ жігіт солмен бірге тұрады екен сол.
жатқызып бөлек тамына. Сол жаңағы бүйтеді ғой, ана орысқа подарка берсең жақсы қарайды сендерге деп. Сосын оған бір подарка бердім ғой. Жаңағы тарақ бердім мынандай әдемі тарақ. Гүл тарақ қой. Бұл бақыт. Орыс сосын бізге тамақ істеп біз күтті бір күн бәріміз. Бір тарақтың күшіне. Бәріміз подарканы жақсы берген орыстар. Иә, сондай еді. Айдады күттің 20 күн кетті. Айдады 20 күн күттім басын. Сонда қасымда ешкім алмапты, мен аға кетін шипатер. Қасында бір бала шипатер жоқ қайтты бәрі. А не албаның бетін көрсең бетінде мынандай зонаның темірі тұр ғой бетінде. Албаның әлі бар ғой бетінде. Бар, зонаға істеттіздім. Осындай темір бетінде, ауыр темір. Ерғалиға альбом салды. Маған білмеймін, альбом мыңғайы келмеді ма, самады бірақ. Сосын кейін альбом келмеген суретім бар ғой, естеймін, зонамен сөйлесіп, зонада істеп бет жаңағы, анандай емес. Балдар ма? Зона зектерге істеген. Анандай ғой, кәдімгі. Альбом әкеліп Жоқ, картон қағаз, бұдан кейін жылтырақ фольга, яғни лупаға дейді суреттері. Сәрсенбай ағам сержант болған екен әмеде. Кейін соны художник жасалдырған ғой. Естім, сержант болған. Ураган істеген. Бұл Туровайскада болған екен Сәрсенбай ағам. Иә, көрдім ол жаңағы лупаға дейін келеді. Сондайлар. Иә. Жембілдің бүйтіп басқаны адам, түр адам жақсы салған ғой. Бірақ сызған, бірақ. Қалтаята Ағабек атадан неше жас екен? Кім? Қалтаядан. Қалтай адам ең үлкені ғой енді. Көрген ғой, соны кезінде сұрамаппыз ғой, атам Нақты ғой. нелер жоқ қой ақпарат. Нақты ақпарат. Түсініп тұр ғой? Қалтай Қалтай адам, содан кейін Тұрарбек, Ағабек, Сапар үлкен білет деген Бағыбек үлкен болу керек. көреміз енді тағы бір сұрап. Сапар үлкеннен сұрау керек соны. Сапар үлкен қай жыл екенін біледі, басы мықты ғой ол кісі. Ол кісі жетіп келе жатыр әңгімелейді деп бастаған. Одан гөрі. Сөйтіп қиыншылықтар болған дейді. Ана әпшелеріміз, апиз әпшем бәрі өскеннен кейін, Ташкенттен бері қарай көшкен ғой көкем. Көкем ана өзбекке тиіп кетеді қыздарым деді да. Сөйтіп бері қарай Сарыағашқа қарай көшкен екен ғой Ташкентке. Ағабек атама. Көшеміз бұл жерден деп көшкен екен ғой бері қарай қыздарым. Өзбекке тиіп кетпесін деп, Сонда кім айтады ғой? Құрал әпшем айтады ғой. Әбетке дейін көкем біздің үйге жиын көп болады екен, адам көп келеді екен. Күніге бір қой сояды екен көкем дейді. Адам күтеді екен. Күніге адам үзілмейді дейді үйден. Өкіләләш. Бір қой келім кетім көп дейді сондай. Ана кім айтып отыр? Құрал әпшем айтады дейді. біліп шешкенде, иә. Иә, келім кетім көп та, адамдар келеді. Сосын сізбен Қалекөң ортасында бір бала бар дейтін едіңіз ғой. Қыз дейді. Қыз ба? Менен бұрын ба? Бөбегі жетіп кеткен екен білмеймін сен. Артымыздан бірақ. Жоқ, 12-13 жасқа келіп бір Ол ондай емес. Ол Қорланбай ағаны білесіз, көріп беріңіз. Көрмейміз. Қорланбай екен ғой. Қорланбай құттықтасқан кезде қайтыс болып көкем баласы болған екен ғой. Иә? Сен қайтасың ба? Кім екеуің ортасын Нұрғали. Жоқ. Бұрынғы апамыз. Бұрынғы. Ағабек атаның баласы ғой. Ағалардың арасында болмаса. Өзім мынандай болған ғой, бірінші шешеміз қайтыс болғаннан кейін, одан бірінші анамыздан Фатима әпшем мен Әпиз әпшем. Одан кейін анамыз қайтыс болғаннан кейін, ағасы Тұрарбек көкем қайтыс болмай ма? Тұрарбек көкем қайтыс болғаннан кейін жеңгесін ағам. Ол кезде жеңгесін ағаннан кейін содан қыздар жаңағы содан жеңгесінен. Содан бала болған дейді ағасында, білмеймін, айту. Одан кейін, о шешемізді қайтыс болғаннан кейін, көкем біраз жыл жүргеннен кейін, мен баласыз ұрпақсыз өтем ба деп, Зият көкем айтқан. Зият көкем мына неде жиен құмда не болып істеген, зоотехник болып па, пиано басып болып істеген. Сосын біздің шешемді таныстырып әперген Зият көкем екен. Көкем әперген да. Шешемізден біз ғой енді. Тағы бір қыз болған екен әйтеуір. Қалиме мен екеуміз ортамыздан ұл емес, қыз деп. Қыз ба? Сонда 16 болған сонда. Сондай шығарда. Қазір 14 yaşını alamızda 16 болған ғой. 16 болған екен. Сәрсенбай ағамен oldu ғой, не? Сәрсенбай ағам Тұрарбек көкемнен ғой. Біліп отырмын ғой, білемін ғой. Жалпы да.
қоятын кезде тұрарбек власть деп қойдық қой. Сәрсенбектің тендесі ірі тағам. Ауылда оның көбісі ол кісі. Ағабек власть дейді ауылда бәрі білмейді. қайтыс болғаннан кейін әмеңгерліктің ағаны ғой. 2 жасында Сәрсенбек ағам 2 жасында екен. Мен әкемнің айтуы 2 жасар екен ағам. Әйел сонымен келген ба? Жоқ, ағасы өліп қалсын алла. Ағасы өлгесін алмай ма? Кімді әйел? Сәрсенбектің әкесі Тұрарбек көкем қайтыс болғаннан кейін жеңгесін ағам ғой әке. Туған жеңгесі. Көке бар ма екен сонда? Әке. Бар ғой. 2 жасар деп тұр ғой Бәтима, 2 жасар Сәрсенбек сол кезде. Жоқ, 2 жасар баласымен келіп қосылған ба деп жатыр. Иә. Бірге қатар тұрған ғой бәрі енді бірге. О заманда бірге жеңгесін тұрады. ағам. Ана екі неше? Қайтар әпшемен кім? Жұмакүл Қатер әпшем мен көкем айтып әйтеуір. Кейін көкеме үйленгеннен кейін келген өмірге болады. Сонда Сәрсенбек көке ол кісіден үлкен емес қой Қатер әпшеден. Үлкен ғой 48 ғой Сәрсенбек ағам. Сол баламен Ағамен жасты ғой. қалған үшеуін осы Иә. Тұрсын ағамен жасты ғой. сіздің көкеңізден алған ба? Иә. Мен оны Жеңгесін ағам ғой ана баласы. Осының осы кісінің сендердің үйлер деп отырмын ғой. Ана жеңгесін ағасы қайтыс болған кейін жеңгесін баланы бауырымды жібермеймін деп ағам ғой әкеміз. Бауырымды қаңғытпаймын. Ана еріп келген білмей отырмын ғой. Төртеу бір шешеден деп отырмын ғой мынаяқтан. Тұрарбектен ол. Сосын 3 қыз ба? Иә, ол негізі бірге қатар тұрған ғой негізі. Ағая үйге жақын болған ғой қатар тұрған ғой. Ол өзі келген ба не жоқ сояқта тұрған ба? Сояқта ағайын. Жылға жақта. Бәрі сол кезде бір ауылда тұрады бір. Сосед та ол кезде. Қатер әпшеден кейін кім? Қатер әпшеден кейін Мәкира. Сосын Одан кейін Жұмакүл. Қатер әпше 52-ші жыл ма? Иә. Жұмакүл. Соны енді сол көкеме үйленгеннен кейін сол үшеу. Сонда Сәрсенбек ағам болған. Сәрсенбек ағам ағамнан қалған 48 ба сондай Сәрсенбек ағам? 47 ма 48? Екі әпше де бар. Одан өзінен Сәрсенбек 46 ма? Сосын бар. Сәкен Ұл болсын деп алған. Ана жоқ ана кісі қайтыс болып қалды ғой енді. 46 екен. 46 дейді Сәрсенбек. Сәрсенбек 46. Шешеміз Үлкен екен. шешеміз қайтыс болып қалған ғой жаңағыдай үлкен шешеміз. Жаңа Сәрсенбектің не Дұрыс қой, үйленбей қойсылайын деп не қылмай сол ұрпақ ұл бала қасының артында деп те алған ғой бір жоқ, Зият көкеме барыпты. Зият көкеме айтуы өзінің айтуы. жоқ Сәрсенбек көкенің несін тарихын айтып жатыр. Сәрсенбек көкем әкесі өлгеннен кейін Тұрарбек көкем өлгеннен кейін Сәрсенбек шешесі екеуі қалған. Сосын кейін әжем айтқан ал деген тәжікіл әжем. Бауырын қаңғытасың ба деп тәжікіл әжем айтқан. әкеміздің әйелі өліп қалғанда өзде. Ол кезде бұрынғы шешеміз де қайтыс болып кеткен жоқ қой. Сол құдай біледі Қатер әпшем сол ішінде келгені ұқсайды да Сәрсенбек екеуі қатты түрлері. Кейін Жұмакүл мен Мәкира енді. Ол өйтіп айтсаң жылайды. ондай емес. Ішінде келген емес ол. 2 жылдан кейін үйленген. 2 жыл ішінде келіп үйленген. 6 жылдан кейін туылып отыр ғой. Арасы бөлек қой. Жүтті сөйлеймін. Болмаса шешесіне ұқсайды. Там бар ғой келеді ғой. Жоқ ұқсайды ғой. Ол нағашыларын тартқан. Иә, өйткені шамалы елеу да ол кісі. Ұқсайды бірақ. Одан кейін біздің көкем Зият көкеме барған. Мен өстіп жүрем ба, ұрпақ өтем ба, бәрі қыз ертең күйеуі кетеді. Шешем мынау болса, шешем отырсын мынау деген қартайды шешем деген. Шешеме де қарайтын адам керек қыздардың бір кезде ертең. Мен өзім дағыламын сосын қаяққа барамын деген ғой, қыздардың үйіне барып тұрамын ба, мен біреу тауып бер деген ғой, Зият көкеме бар. Мен ұрпақ өтем ба деп. Сосын Зият көкем мақұл аға түріне қарасам ойнап айтып отыр ма десем, шын айтып отқан сияқты. 55 деген екенбіз сол кезде. Шын айтып отыр дейді да. Соның шыннан айтып отыр, іреңіне бүйтіп қарасам дейді, шыннан айтып отқан дейді, білініп тұр дейді. Сосын кейін 50 деген айтпақшы 50 30 жастай ма арасы сондай ғой, екеуің 30 жастан ары ғой. Шешеміз тимеймін деген. Көкемді көрмеген ғой енді, айтқасын тимеймін деген. Тимесең де көр деген. Сөйтті көкем әптен қызмет істеген, ірең басы әлі жас дейді да жаңағыдай. Өзі бақуатты да көкем ол кезде. Қалекең сияқты реңді болған ғой. Иә. Сосын апам кейін көргеннен кейін қой шықсам шығайын депті. Қалиға ұқсаған бұл кісі. Қалиға сізге ұқсайды, Нұрғалиға ұқсайды ғой. Жоқ, түрі Қалиға ұқсаған. Қалекең деген. Жоқ, ол кейін азғаннан Қалекеңнен ұқсаған, бірақ кейін азған ғой. биік болған. Бойшаң болған ғой. Бірақ беті Қалидікі болған. Қалекең ұқсайды. Беті Қали болған, денесі Нұрғали болған. Қалидің бойы апама ұқсайды кішкене. Зато Қалекең 5 қасында кәмпитке тойған дара қапқа.
Шыдай керек. Жоқ, бұл рахат құдайдан құдай. шешеміз кішкентай ғой. Шешеміз кішкентай болғаннан Құдай кейін Мика ғой, Мика ма? кішкентай Мика болған құдай. шешеміз кішкентай болды. Көбелеге көніп па? Шешем Миканың бойында ақ болған ғой. Құдай Миканың копия Мика. Далақ шатырсам көмектес. А? Көрдің ғой. Бек тәтең болшы қазір. Біз шешемізді көрген жоқсыз. Әлі Далақ білмейді шатыр ма? сонда дейді, барып біреу. Көрдік қой. Көкең далаға шатыр. Біз анамызды көрген Еріп жетектеп Көз көрмей Әлі жатып ғана жетектеп жүр. көрген кезде, болды. Али кетті ғой. сонымен нағашылармен қыдырып барамыз ғой. Елекең мен бәріміз. Соны ана нағашы әжемді мен көргенмін. Әкем шешем сонда шешемді жібермеймін дейді де жаңағы бүйтіп ұстап. Анау жаққа дейін барамын жібермейді, мен жылаймын ағыл тегіл болып. Сен мені жылату үшін істейді екен ғой, жаңағы апамды жібер. Соны ана жақтан жібермеймін, шешең кете бер өзің дейді. Сонымен кетпеймін, жылаймын, сол әдейі мен жылатады екен нағашы апам да, әжем да. Немересі ойнайды. Сары кістігіне есінде бар сәл. Сонымен жібереді сонымен. Сары кістігіне. Мен пациентім сол алдында айттым ғой, естігенде бар нарда есімде. Мен пациентім сол сіздердің нағашы әжелеріңіз, енді біздің нағашы әжеміздің ауылдас екен. Өз әжеміз. Соны қысқасын айтқанда, осы келесі жыл 2027 сәуірдің 11-іне Есмағамбет әулеті ас береді екен. Ауыл қандай ауыл дедіңіз? Не ғой, жиенғұм ғой? Жиенғұм, Төрт күннің қасында. Сол ауылға келесі жыл неде сәуірдің 11-27 жыл. Сол өзі өтіңдер деді асқа. Енді жыл ғой? Нағашыларын көресің депті сол кезде. Барайық енді жыл. Сол айтып жатыр. Сол енді жылға жетейік сол. Сұрасып еді құдағыда ала бұйыртса егер. Есте болса. Кетпей жас бұл бұлақын. Ол кезде тағы хабарласам деді. Жазылып жатыр ғой. Анау нәрсе бұлақын жазып. Мына жерде жазылып жатыр. Сондай қиын заманда бірінші шешеміздің ауырғаны мынандай екен. Ол кезде жаңағы ашаршылық кезінде болған ғой, кісілер асқазаны бұзылыпты. Тамақ жесе іші тұрмағанда ол кісінің. Сосын тауық етін беріп тұрдым дейді постоянно дейді. Тауық етімен ол да болмады дейді асқазаны. Ол кезде тоғызы жоқ па. Бірінші шешеміз Болмаған ғой да олар. болмаған ғой. Бірінші шешем асқазанынан кетті. Біраз бала кішкентай кезінде қайтыс болып кете берген екен ғой әйтеуір. Біздің де Екінші шешемізді білмеймін енді. сөйтіп айтады ғой әйтеуір. Ағам жана кім кетті? Кім Али кетті. Әли кім кетті? Нұрбақ кетті. Ол кісіні жайында әкеміз көп айта бермейді. Ең бірінші сол бұрынғы апамызды көптеп айтатын. Екінші шешеміз бар ғой. Ол кісі жайында көп айтпайды, бірақ ана. Бұрынғы апамызды біріншісін көп айтатын, айтып отыратын. 13 жасында біздің әкемізге тиген екен тұрмысқа. Шыққан екен. 13 жасында. Бірінші ма? Бірінші апамыз. 13 жасында тұрмысқа шыққан екен. Аяқ заман тиген 13 жасында тиген. Сонда қиын замандарды көрген ғой ол кісілер. Бұрынғы аталарымыз. Қалтай атам сабырлы тұғын бірақ. Айқайламайды, сабырлы кісі тұғын. Ашуланса жаңағы. Нұрдәулет сияқты атасы сияқты. Ашуланса жаңағы айқайламай ақ. Дауысы да шықпайды көкем тұрған кезде. Таяқтан зікір тиш отыр дейді. Айқайламайды, ай деп айқайламайды ол кісі. Үндемейді. Үндемей ақ нағылады көкем сосын үйге келеді, байлайтын бір бәлеміз басын байлайды. Қана қапты ғой зікір дейсің. сөйтіп отыра береді. Таяғы бар ғой онда сонымен тиш отыр дейді. Мықты үлкен мықты молда болған дейді ғой. Бойы қандай болған ол кісінің бойы? Қалтай атам ірі болған. Ірілеу кістігіне. Ірі болған. Тұрсын ағам айтса майда, екеуі де майда болған, нағашылар тұнда. Тұрсын ағам дегенде майдалау ғой. Нағашы болғанда. Тұқым любойынан үлкейтеді ғой. Мынандай екен. Тұрмаған дейді ғой әйтеуір біраз. Бұрынғы балдар тұрмаған Қалтай атам. Иә. Сосын тұрсын деп қойған екен. Тұрсын деп қойған. Шала туылған деп айтты. Ана кімде сондай екен. Өлмес әпшемде өлмес деп қойған екен Қасымқұл атамды балдар тұрмаған екен. Қасымқұлдан бір жерге құда түсіп барған ғой бір жерге. Үйленейін деп. Сөйтсе қыз бен екеуіне бір табақ ауқат беріпті. Сөйтсе жаңағы Қасымқұлдан бірлеген бір табақ ауқатты біреу жеп қойыпты. Сөйтсе ана қыз ойбай тимеймін мен депті. Бұған ауқат тауып жеткізе алмайды екенмін. Тамақ көп жейді. Қасымқұл атам. Сол кісінің несі кеше қатты ренжіді ғой.
Ölmese falan rejip taktı. Hayatta ne diyor? Ha? İzlemeyip de. İzlemeysinler, eşkaysın, yapmaysınlar der. O kızın tanımayın. Allah ne yapıldı? Geldi o karabı. Görmedin beni. Tanımayın mı? Bayağı oldu. Karapak şey diyor. Bilmeydi olar. Sonra gidersen Biz Tursun ağam ekөөmüz былтырма bir barıp qayttık. Aldığımız жылына. Qayerda o kishi? Tanımayın. Kuмкентте. Onu ekеуің бар. Kuмкентте? Kuмкентте тұрады. Ulan şol kuran жақтағы ма? Иә. Ар жағында. Осы күндер ғана араласып жүрген ғой жансеріктер. Biz barıp Тәжібай деген. Сапар бүгін араласып жүрген ғой ағам. Тәжібай деген бабам қасым туған. Ағамда қайтып қалып білмей жүрген ғой. Ешкім айтқан жоқ деп кеше Енді естімейтіндей болған шығар енді. Айтпақшы Мейірбек ағалар естімейді ғой. Өйткені Жоқ, чатта бар ма ағаке? бар ма? Ағаке чатта бар, Мейірбек бар. А, Мейірбек бар, е? ол кісілер әбден қиыншылық көрген ғой оның кісілер. Қиыншылық көрген. Көп көрген ғой. Сосын достойный өмір сүрген. Аталарымыз да, бабаларымыз достойный өмір сүрген. Жоқ, барды, енді басылында. Қасынан кітап оқып отырады деген көшірді. Қалтай адам оқытқан екен, көп оқыған екен ол кісі. Біздің әкелеріміз 3 класс па оқыған екен арабшадан. Қалтай адам көп оқыған, көп нәрсе нағла деген жаңағы. Той жиын болса, бабамыздың арқасына мінгесіп, атына мінгесіп, жанына бір тайған қамайды екен қасына. Бір тойға апармай тастап кетсе, арқасынан жүгіріп, таудан домалағанын баста жарылған екен. Мен де кейін Қариға қариғын сияқты. Қалтай адам жоқ, біздің әкеміз. Қалтай адам ол ондай болмау. Оқымыс туған ол кісі дейміз. Оқымыс туған. Әкем айтатын ол кісі. Түгел оқыған Қайрылыққа дайындаған сияқты, маған сондай болған сияқты. Үлкен адам. Қатты оқығанда өзі. Бүгін әжеммен кімді қиыншылық кезде көкем, жаңа тәжікіл әжеммен кімді Ілияс көкемді жоғалтып алған ғой. Іздедім дейді, таппадым дейді ол кезде. Бір күні бір ауылдың үстінен өтіп бара жатсам, тәжікіл әжемізді көрген ғой, біздің әкеміз. Қарасам мен шешем ұқсайды. Қасына бардым дейді, сосын сол жерде бір үйде тұрады екен дейді, жаңағы отын тасып жүреді, өйтеді, бүйтеді. Ілияс кішкентай дейді. Сонымен әжем өзінің төркіндеріне кетіп қалғанда, мына қиыншылық болғаннан кейін жаңағы неден кейін Ілиясты алып та мына төркін жағына. Көкем кетіп бара жатсам дейді, ауылды аралап, шешем ұқсайды дейді. Барсам шешем екен дейді. Кім? Тәжікіл әжем жоғалтып алған ғой, қиыншылық. Біздің әкеміз айтады да. Тәжік әжеммен төркіндеріне барған ба, білмей жоғалтып алған еді көкем. Сол бір ауылдың үстінен өтіп бара жатса, тәжікіл әжемге ұқсатқан бір апаны. Сөйтіп барса, әжем екен. Қасында Ілияс бар екен. Сосын шеше депті, таста шелегіңді депті. Жүрмеймен бірге. Сүйірде шелек тастады да әжеммен бірге. Шешем еріп кете берді дейді, онымен бірге. Сол шешемді көргенше көкем сол кісіні ақылдаспай тірлік істемейтін ғой, әжесіне. Ойбай, айдалып келді ғой. Сол кісі басқаратын үйдің бәрін әжеміз. Жоғалтып алған қиыншылық кезде. Қайшылық қат жауған. Алла запыраса Әжем кезінде ме? Ағам бірдесінде Жаңа отырайық да, дәулем кішкентайлар отырғызайын жатырмын ғой, сен жастар арқаларыңызға тұрып тұрайық да, сіздер отырыңыздар да бір есепке, бір суретке түсіп алайық деймін да.